қазақ мемлекетін сақтап қалудағы Абылай ханның рөлі қандай? Өмірі аңызға, есімі қазақ халқының ұранына айналған Абылай кім? Арғы тегі Жошы мен Әз Жәнібек болса, өз атасы Абылай, өзінің азан шақырып қойған есімі Әбілмансұр. Әкесі Уәли жоңғар шапқыншылығында қаза тауып, 12 жасында Әбілмансұр жетім қалады. Төле бидің аулында жоңғарлардан жасырынып, Әбілмансұр сабалақ атанып, бидің түйесін бағады. Жас Абылай Төле бидей абыздан, Бөгенбайдай батырдан тәлім-тәрбие алып, 15 жасынан бастап атқа қонып, жоңғарлардан елін қорғауға соғысқа аттанады. 20 жасында жоңғардың бас батыры Шарышты жеңіп, Абылай есімі бүкіл қазақ сахарасына әйгілі болады. Абылайдың туа біткен зерек, алғыр, табанды, өжет қасиеттермен қатар көп тілді меңгерген, мұсылманша жақсы сауаты бар білімділігі қазақ даласының дара тұлғасы, шебер саясаткер, дарынды билеушісі болуына негіз болды. Абылай хан Қытай, Ресей, Жоңғария, Орта Азия елдері арасында айлалы әрекет жасап, қазаққа тиімді саясат орнатты. Елдің тыныштығы мен ішкі бірлігін нығайтуға, қазақ елінің тәуелсіздігін сақтап қалуға өлшеусіз еңбек сіңірді. Оның есімі тәуелсіздік символына, жауынгерлік ұранға айналды. Қазақ халқы қанша жасаса, әр уақытта Абылайдың даңқы сонша жасай бермек.